Pronouns есімдіктер. Есімдік зат есім мен сын есімнің орнына қолданылатын сөз табы. Ол заттың біреуге тиісті екенін білдіргенімен заттың өзін атамайды. Personal pronouns жіктеу есімдіктер. Жіктеу есімдіктер екі септікке бөлінеді. Атау септігі subjective case. Барыс септігі objective case. Атау септіктегі есімдіктер who кім деген сұраққа жауап береді. I мен, you сен, he she it ол, you сіз, we біз, they олар. Барыс септіктегі есімдіктер whom кімге, кімді, кім туралы деген сұраққа жауап береді. Me маған, мені, you саған, сені, him, her, it оған, оны, you сізге, сізді, us бізге, бізді, them оларға, оларды. Атау септіктегі берілген есімдіктер сөйлемде бастауыш ретінде қолданылады. He is drawing. I есімдігі сөйлемнің ортасында келсе де үлкен әріппен жазылады. My friend and I like to play computer games. You есімдігі екінші жақ жекеше түрде сен және көпше түрде сіз деп қолданылады. Children, are you playing football? Mike, are you watching TV? He ол есімдігі зат есімнің орнына қолданылып, ер жынысын білдіреді. She ол есімдігі зат есімнің орнына қолданылып, әйел жынысын білдіреді. Peter is a doctor. He is a doctor. Anne is a teacher. She is a teacher. It есімдігі жансыз заттар атағанда және жануарларға қолданылады. The book is on the shelf. It is on the shelf. The cat is on the sofa. It is on the sofa. They олар есімдігі жанды да және жансыз да заттардың орнына қолданылады. The girls are dancing. They are dancing. The papers are on the table. They are on the table. Барыс септігіндегі жіктеу есімдіктер толықтауыш ретінде қолданылады. The teacher explained them a lesson. He gave her a flower. Тәуелдеу есімдіктер possessive pronouns. Тәуелдеу есімдіктердің екі формасы бар. Тәуелді формасы dependent form, абсолютті формасы absolute form. Тәуелдеу есімдіктер whose кімнің, кімдікі деген сұраққа жауап береді. Тәуелдеу формадағы есімдіктер my менің, your сенің, his, her, its оның, your сіздің, our біздің, they олардың. Абсолютті формадағы есімдіктер mine менікі, yours сенікі, his, hers, its оныкі, yours сіздікі, ours біздікі, theirs олардікі. Тәуелді формадағы есімдік анықтауыштың функциясын атқарады да зат есімнің алдында қолданылады. Абсолютті формадағы есімдік тәуелсіз жеке тұрып, зат есімнің орнына қолданылады. My eyes are blue and hers are hazel. Өздік есімдіктер reflexive pronouns. Myself мен өзім, yourself сен өзің, himself ол өзі, herself ол өзі, itself ол өзі. Ourselves біз өзіміз, yourselves сендер өздерін, themselves олар өздері. Өздік есімдігіне әр тұлғадағы
өз деген бір ғана сөз жатады. I cut myself. Мен өзімнің қолымды кесіп алдым. She bought herself a new dress. Ол өзіне жаңа көйлек сатып алды. Кейбір етістіктердің кейін өздік есімдіктер қолданылмайды. Мысалы, to bath жуыну, to hide тығылу, to relax демалу. Және to wash жуыну, to dress киіну, to shave қырыну. He washed, dressed and left the house. Ол жуынды, киінді және үйінен шығып кетті.